Ұлы жүздің ішінде, ыстының ішінде Тазша елі, оның ішінде Нұрдәулет деген батырдың 40 жасына келген әлеумет той құтты болсын, Құда қаласа. Қуаныш құтты болсын. Анықтағай, бүгін міне Ақтүйенің қарны жарылып, ұлыстың ұлы күнінде Нұрдәулет деген жігіт өмірге келіп, ата-анасын қуантқан жайы бар. Содан кейін арада 40 жыл өтті деп Толағайдың ертегісін айтып кетейік. Той құтты болсын деп, орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, шапалақты ұрып, Нұрекеңмен Нұргүл ханымды шапалақпен әлемдеп қарсылайық. Той құтты болсын, Нұреке, келіңіздер. Рахмет. Нұреке, бері кезіңіздерші. Той құтты болсын, Құда қаласа. Қуаныш құтты болсын. Нұрекең өзі мен сияқты бойсын жігіт екен ғой. Еще регді ғой бұл кісі, қараңыздаршы. Не керек тұр? Әмшемде бір әдемі бүгін құлпырып, Наурыздың күнінде, әдемі күнде туылып жатыр. Міне, қыста жаумаған қар Нұрекең туған күнде пазарға пожалуйста. Той құтты болсын, міне. Алланың әдемі нұры жауып жатыр. Нұреке, мен сіздің түріңізге қарасам, 40 жасқа башып соңбайсыз. Сіз как будто 39-да сияқтысыз. Той құтты болсын. Нұреке, мына енді келген жұртқа, мәртебелі меймандарға әдемілеп күтейік. Бұлай жасайық. Тілек айтпаймыз, ұзақ сонау сөз керек емес. Әмшем екеуіміз бір қысқа нұсқа короткаясынан сөйлейік. Келгендеріңізге рахмет. Дастарханнан ішіп жеп отырыңыздар. Аяқ асты ұйымдастырылған нәрсе енді. Алдын ала айтқаны деп айыптеңіздер. Бүгін дастархан сіздер үшін жайлы отыр. Тек қана жақсылыққа ішіп жеп, күліп ойнап, бүгінгі менің өмірлік серігім қасындағы қуанышым соның туған күнінде тек жақсылық болсын деп. Рахмет. Нұреке, Нұргүл әпшем сіздің ауыр мінезіңізді көтерді ма? Көтерді. Егер білдеге бүлшір қоңысы күледі ғой. Той құтты болсын. Нұреке, тағы бірдеңе сұрайыншы. Әпшем сіздің ол қыздарыңызды көтерді ма? Көтерді. Ішіп алған кезде көтерді ма? Көтерді. Осынша төреңізге қонақ келіп, әр қонақ әр түрлі мінезімен келгенде, солардың барлығы мінезін көтерді ма? Көтерді. Сонша нәрсені көтерген Нұргүлді бір неғып ел алдында 10 минут көтере алмайсың, Нұреке. Той құтты болсын, Құда қаласа, қуаныш құтты болсын, Нұреке. Әзірлеп жатырмыз. Енді мынау еркек адам 40-қа келіп 40 қылық шығарады дейді. Мына әдемі қылық бір әдемі күлуді үйреніп алыпты. Ой бұрмай, күлген кезде көзі жоқ болып кетіп отыр ғой. Той құтты болсын, Нұреке. Міне келген әрбір қонақ өзінің несібесімен келеді. Құда қаласа қуаныштың дөңіне өрлеп төрлеп қонақтардың бәрін жақсылап күтейік. Құда қаласа 40-қа толып жатсыз, 40-тың тағы екеуін жасап, одан кейін әсер болмай кетсек. Той құтты болсын, ағайын. Енді мынау бүгінгі керемет кешті кішкене бас жағын әзілдеп, күлдіріп, керемет көңіл күй сыйлап бастайық деп жатырмыз. Өйткені мынау Нұрекең несібелі жігітті болғаннан кейін Несібе кафесінде туған күні сіздерге арнайы жасап жатыр. 40 жас тойламайды дейді. Бірақ Алла сақтасын, әрбір жастың өзінің құдіреті, әрбір жастың өзінің қызығы, әрбір жастың өзінің кереметі болады. Алла сіздерді бақыттан айырмасын, тек қана күліп өмір сүріңіздер дейміз. Той құтты болсын, Құда қаласа.